Көмір өнеркәсібі әр буыны маңызды рөл атқаратын күрделі механизм, бірақ аршу жұмыстарын атқарып алмай көмір өндіру мүмкін емес. Ол көмірге жету жолындағы бастапқы қадам. Бұл жұмыстарды Богатырь кенішінің аршу кешені атқарады. Осы құрылымдық бөлімшенің тиімді жұмысы бүкіл көмір өндіру үрдісінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Аршу кешені Богатырь АЗС-ның құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Тау-кен өнеркәсібінің дамыту бағдарламасынан сәйкес тау-кен жыныстарын автомобиль және теміржол көлігіне тиеу, тасымалдау, бос жыныстар үйіндісін қабылдау жұмыстарын атқарады. Аршу кешенінің нөмір 1, 2, 3 тау-кен жыныстарын аршу және үйінділерін орналастыру бөлімшелері бар. Және қиыршық тасты өндіру және өңдеу бөлімшесі кіреді. Кешенде аршу жұмыстары автомобильдік және теміржол технологиясы бойынша жүргізіледі. Автомобильдік технологияда тау жыныстары ЭКГ және Hitachi экскаваторлар мен БелАЗ, Caterpillar, Hitachi ауыр жүк көліктеріне тиеледі. Олар болса оны ішкі және уақытша қоймаларға тасымалдайды. Қоймаларда Caterpillar, SEM, Komatsu, Shantui және Liebherr бульдозерлері үйінділерді жазып тығыздайды. Теміржолдық технологияда тау жыныстары ЭКГ және ЭША экскаваторлар мен думкарларға тиеледі. Кейін олар ОП-1 және П2У тартқыш агрегаттармен ішкі және сыртқы үйінділерге жеткізіледі. Үйінділерде бір шөмішті және адымдағыш экскаваторлары тау жыныстарын қоймалайды. Мы занимаемся выемкой вскрышных пород. Біз тау жыныстарын қазып аламыз да синклиналды үйіндіге жеткізіп төгеміз. Осылайша көмір қабаттарына жол ашамыз. Мына тұрған нөмір 10-01 ЭКГ-20 экскаваторының тәуліктік өнімділігі 20 000 тонна. Ал нөмір 005 Hitachi XC3600 экскаваторын біздің компания өткен жылы сатып алған. Ол да тәулігіне 20 000 тонна тау жыныстарын қазып тией алады. Осы екі экскаватор тәулігіне 40 000 тонна аршылымды қазып автокөліктерге және теміржол көлігіне артып жібереді. Это в автотранспорт, который у нас планируется, и также есть еще у нас ЖД-транспорт. Эта машина предназначена для производительной работы, для большегрузных автомобилей. Бұл машина өнімді жұмыс істеуге, ауыр жүк көліктермен бірлесе жұмыс істеуге арналған. Өз қатарластарында ол ең үздігі деп есептеймін. Богатырь көмірде осыны техниканың жалғыз болғаны өкінішті. Тағы бірнешеуі болса, жұмыс көлемі де артар еді. Оған ауқымды жұмыстар, үлкен ауыр жүк көліктері керек. Большие заходки, большие объемы, большие автомобили. Үлкен ауыр жүк көліктері туралы айтатын болсақ, жүк көтергіштігі 180 тоннаны құрайтын Hitachi автотүсіргіштері аршу кешенінде жұмыс істейтін болады. 181 және 182 деп нөмірленген екі алып көлік қазірдің өзінде нөмір 1 аршу және үйінді жұмыстары учаскесінде жұмыс істеуде. Кеншілердің сөзіне қарағанда, жаңа ауыр жүк көліктері учаскедегі жұмыс тиімділігін арттырған. Екінші және үшінші аршу және үйінді жұмыстары учаскелерінде тек теміржол технологиясы қолданылуда. Нөмір 2 аршу және үйінді жұмыстары учаскесі Богатырь кенішінің солтүстік учаскесінде орналасқан. Так как у меня там... Аршылымда 8 кемер бар. Олардың екеуінде адымдағыш экскаваторлары жұмыс істеуде. Яғни ЭША 1350 маркалы экскаваторлары тау жыныстарын думкарларға тиейді. Тағы 2 кемерде шөміштің көлемі 12 текше метр болатын нөмір 3558 және нөмір 3511 ЭКГ экскаваторлары жұмыс істейді. Тасымалданып жеткізілген үйінділер қоймада қабатталып үйіледі. Ол жерде жаңадан алынған шөміштің көлемі 15 текше метр болатын нөмір 1501 ЭКГ-10 экскаваторы және 2 адымдағыш экскаваторлары жұмыс жасайды. Үшкі үйінділерге де тау жыныстарын жеткіземіз. Бір экскаватор синклиналды үйіндіде, 2 экскаватор ішкі үйінді қоймаларында ашылымды қоймалайды. Складирование с крыши.
Кез келген өндірістегідей аршу кешенінің де басты құндылығы адамдар. Олар машиналарды, жабдықтарды, технологиялық үрдістерді басқарады. Кеншілер көмірдің әр тоннасы қандай еңбекпен қазып алынатынын біледі және өз еңбектерімен еліміздің энергетикалық қауіпсіздігіне үлес қосып жатқандарын жақсы түсінеді. Технологтар, маркшейдерлер, геологтар, тау-кен қадағалаушылары, сонымен қатар теміржолшылар, бұрғылап жару жұмыстарының мамандары және тағы да басқа мамандық иелері тау-кен жұмыстарының талапқа сай жүргізілуін қамтамасыз ету үшін еңбек етеді. Жыл сайын өндіріс тиімділігі артуда. Аршу жұмыстары көмір өндірудің негізі. Бүкіл кәсіпорынның тұрақтылығы аршу кешенінің қаншалықты үйлесімді және кәсіби жұмыс істеуіне тікелей байланысты. 2025 жылы біз өндірістің тиімділігін арттыру және тау-кен жабдықтарын апатты тұрып қалу уақытын қысқартуға басымдық міндеттерімізді бола отырып, өндірістік қуаттарды дамыту мен жетілдіру жалғастыруды жоспарлап отырмыз. Сондықтан 2025 жылға арналған жоспарларымыз тұрақты өсуді қамтамасыз етуге, жұмысымызды сапасы мен процестердің тиімділігіне арттыруға бағытталған.